Сәлем, құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Каналымызға қош келдіңіздер. Бізде қазір кешкі уақыт, сағат 7 болып қалды, 7-ге 10 минут қалды, ал біз далада серуендеп жүрміз. Жаңа балаларымды далаға шығарып, кішкене ойнатып келдім площадкада, ал қазір біз осы жерге келдік. Ана жерде көріп тұрған шығарсыздар, қызыл төртбұрыш, ол Каспий Постамат. Каспий Постаматтан мен заттарымды алдым. Алдыңғы видеода айтқанмын, қазір түстен кейін біз неге барамыз деп, заттарымды алып келуге барамыз деп. Міне менің заттарым. Осының барлығына мен қазір сіздерге үйге барған соң распаковка жасаймын. Бізбен бірге болыңыздар. Өте қызық болады деген ойдамын. Ал достар, біз үйге келдік. Қазір мен сіздерге өзімнің не заказ бергенімді көрсетемін. Сіздерге қызық болады деген ойдамын. Өткені ішінде прям көрсетуге болатын заттар бар. Ең бірінші, қараңыздар, менің өте көптен күткен затым, ол мынандай энзимная пудра. Менде мына жерімде қара нүктелер бар. Айару, нені бере салшы, пожалуйста, суды. Соған мынандай энзимная пудра заказ бердім. Бұл деген пудраның өзі. Білесіздер ма, Каспийдан? Иә, бетіне жағады. Бұл энзимная пудра өзі Каспийдағы 4500 ба, короче, 5000-ге жуық. 5000-ға жуық теңге тұрды, 4500 декші жарайды. Осыны мен көптен бері осыны тұтынғым келді. Шынымен де көмектеседі деп жатыр. Иә, сынып қалды ол. Ол iPhone емес, басқа телефон мұқтар. Ай, ашылуы не деген қиын. Жаңағы бересі шайрушканан. Ашайық, ұстап. Каспийдан заказ бердім барлығын. Өйткені қарасам, Каспийда кішкене арзанырақ екен. Міне, алдым наконец-то. Вот такая вот красота. Келесі видеоларда көрсетемін. То менің бетімді неге? Вот она. Иә, біз айтасыз. Мынандай, короче, энзимная пудра деген ол біздің бетімізді тазартатын нәрсе. Мына менің жерінде қара точкалар бар, қара нүктелер, сондай жирненький, сондай неге. Соны кетіреді. Ойбай, оны олай ашпа, мұхтарчигім. Ашпаш олай. Короче, бұны мен тестлеймін и кішкенеден кейін видео шығарамын. Өзі жақсы нәрсе ма, алуға болатын нәрсе ма, болмайтын нәрсе ма. Сондықтан да менің каналыма жазылып қойыңыздар. Сонымен бірінші затым ол мынандай энзимная пудра. Мұхтар, оны ашпа, жарай ма? Және сол энзимная пудраның қасынан бізге мынандай бір подарок салып жіберді, мынандай маска. Неге? Магазинге рахмет, Каспий магазинге мынандай маска салып жіберді. Прикол. Так, екінші менің күшті затым, мен уже бұны тестировать еттім. Бұл білесіздер ма? Ең бюджетный, но сонымен қатар ең керемет крем екен. Бұл крем мынандай. Centella Madagascar деген крем. Білен, көрініп тұр ма? Ей, Мұхтар, тоқташы. Мен бұны кеше алған тұғымын. Міне, білен. Блин, ну что она? Берет, не берет? Фокус, короче, не берет. Ладно, бұл Centella Madagascar деген, Centella Madagascar деген крем. Бұл кремді әжімдердің үстінен жағады. Менде мына жерде бар, кішкене мына жерімде бар, және де мына көзімнің мына жерлерінде бар кішкене. Мен бұны сол жерлерге жағам. Бұл вообще-то крем под глаза, мына көзімнің жан-жағына жағатын крем. Сонымен қатар бұны қай жерінде әжім бар, сол жерге жақсам болады. Мен мысалы мына жерге жағам. Мен мысалы күнде SPF жағамда далаға шыққан кезде күннің астын. Содан менің бетім кішкене теріліп кетеді. Соған не обращайте внимания. Короче, вот этот вот крем очень классный. Бағасы 1000 теңге ма, 1500 теңге ма тұрады, забыла, но көпке де жетпейді шынымен де. Өте кішкентай тюбик, мына жерде, знаете, қанша грамм, миллиграмм? 12 миллиграмм, да? Короче, 12 ма, қанша? Ну, короче, өте кішкентай, корейская, но очень классная косметика. Купила я его за 1000 теңге, 1000 теңгеге сатып алдым ба? 1500 теңгенің аралығында, короче, не помню. Короче, осындайды сатып алдым. Бұл менде уже екінші рет сатып алған крем. Тура осыны мен бір апта бұрын біткен. 2 апта бұрын біткен. Міне. Centella Madagascar аты. Так, энзимная пудраны көрсеттім. Так, енді менің келесі көрсететін затым, ол мынандай керемет. Прям, знаете, мен өте ұзақ іздеген болатын кезінде. Бұл білесіздер ма, не? Бұл дезодорант, натуральный дезодорант. Мынандай аты Виан аты. Знаете что, мен бұны ешқандай жерден көрген жоқпын. Бұны мен Каспийда осылай әрбір дезодоранттарды ашып, ішіндегі құрамын көріп, оқып, барлығын жаңағындай, кім еді аты, ChatGPT мен жаңағы
сөйлесіп, содан сұрап, қайсы жақсы, қайсы деген кезде осыны, короче, көріп қалдым Каспийдан, и құрамын қарадым. Құрамы өте керемет екен, өте натуральный екен. Көп дезодоранттар, мысалы, ішінде химиялық заттары, агрессивный химиялық заттар өте көп та. Ал мынаның ішінде составы квасцы дейді. Ксантовая медь, отдушка, бензоат натрия. Болды. Басқа еш нәрсе жоқ. Бұны маған, короче говоря, чат GPT айтты, өте жақсы, осыны ал деді. Мен сразу алып, и мужскойын күйеуіме де алып бердім. Короче, классная штука. Всем рекомендую, натуральная, міне, сыртында да жазылып тұр, 100% натуральный дезодорант деп тұр. Аты Виян, 24 сағат ұстайды. Шынымен де 24 сағат ұстайды, и ешқандай иіс те жоқ, ешқандай иіс жоқ, короче, бір сөзбен. Классная штука, так что советую. Виян аты. Сонымен я советую вам мынандай мына жерге жағатын крем және де мынау, дезодорант. Мен сіздерге осыны советовать ете аламын. Егер де сіздерде осындай бір нелер болса, жаңағындай практикаларыңызда осындай заттарды жасап көрсеңіздер, онда комментарийға жазыңыздар, сіздерге ұнады ма? Так, келесі зат. Келесі зат бізде ол мынандай зат. Тоже Centella Madagascar деген компанияның, Centella Madagascar, Centella, мынандай, короче, бұл крем, күнделікті жағатын увлажняющий крем. Бұның ішінде тоже бір жақсы нәрселер бар, там не бар? Короче, Centellaдан жасалынған, Мадагаскардағы өсетін Centella деген өсімдіктен жасалған зат бұл. Сондағы фирмасы, мынаның фирмасы мен мынаның фирмасы бірдей. Каспийдан тоже сатып алдым, отзывтарға қарадым, көбісі мақтап жазып жатыр. Сондықтан да мен бұны сатып алдым. Знаете, бұл қанша тұрады? Бұл 800 теңге тұрады. 800 бір нәрсе, 900 теңге дейікші. Күшті, білен маған бар ғой. Мынау ұнап қалған соң, мен подумала, что мынау да жақсы нәрсе шығар. Я Оливер. Менің балам Оливер Тридің қатты нелерін жақсы көреді, андай. Әнші бар Оливер Три деген, американ. Сен соны фанатысың, я? Құдай-ай. Болды, Мұхтар, молодец, мен оны айтып беремін, қазір жарайды ма? Короче, мынандай крем алдым, тоже классный крем, кажется. Менің қыздарым да қазір крем жағатын болды, үлкен қызым Мансура, жаңағы бетін жуып болған соң, крем жағып бастады. Сондықтан да қатты осындай жаңағы морщинаға қарсы, сондай ужасный жаңағыдай үлкен адамдарға керекті крем кішкентай қызға болмайды ғой деп, мен мынандай крем сатып алдым. Бұған енді Аярушка сен де жағасың ба? Аярушка да жағам дейді. Короче, мынандай крем сатып алдым. Попробуем, протестируем. Сонымен болды, достар. Барлық сатқа нені жасадым. Ну как, күшті ма? Что-то жоқ қой иісі. Бәсе ашылмаған. Давайте көрейік, иісін көрейік. Иісі жақсы, какой-то мыльный запах. Сабынның иісі сияқты. Давай. Менде иіскем. Ма, иіске. Так, жағам. Мен жағаш? Сен не істейсің жағып? Даладан келген соң қолыңды жудың ба? Мен жумадым деп қойсам. Мәке. Ұнады ма? Ну, көрейік қазір. Жақсы. Білесің ма, текстурасы сондай бір нежный, өте сондай бір сулы, даже қатты майлы емес, как раз жазға арналған крем сияқты, достар. Өткені кейбір кремдер болады ғой, қою, қыстық, сондай қыста жағатын, я. А мынау легкий крем. Текстура классная. Жақсы екен. Прям кожа сияет. Сол, достар, барлығын сіздерге көрсеттім, көп нәрсе алған жоқ, ең керекті нәрселерді алдым. Могу вам рекомендовать вот этот дезодорант, он классный, натуральный состав. Мынау кремді тоже рекомендуем, астыға жағатын. Даже мына жерінде менде кішкентай пигментный пятнышко бар, соның өзінің кішкене болса да осылай ағартты, шынымен де. Етемін, на Voice деген энзимная пудраны, прям сейчас пойду ваннаға и осыны, короче, жағып көремін. Прям инстаграмдан да көрдім, жаңағындай осылай бетін жағып жатқан кезде жаңағындай черный точкалардағы майлар бар ғой, соның барлығы шығатын көрген соң, не, конечно же, захотела, короче говоря. Ну, арзан емес зат. Мына балаларым уже мына жақта барлығын тестировать етіп жатыр, бәрін жағып жатыр. Айды, дети. Мына бүйтіп жатады, жағады да бүйтіп. Вот так вот выглядит. Я. Оны қазір оқып көреміз, қалай жағу керек. Сол, достар, пока-пока. Пока, Пока, болды. Давайте.